Сәлеметсіздер ме, құрметті 7-ші сынып оқушылары. Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәнінен 90-дық жиынтық бағалау. Біз сіздермен осы 90-да толғауы 90 қызыл тіл тарауын аяқтадық. Оқылған шығармалар: Шортанбай Қанайұлының өмірі мен шығармашылығымен таныстық, Зар заман толғауымен таныстық. Сүйінбай Аронұлының өмірі және шығармашылығымен танысып, Сүйінбайдың Қатағанмен айтысымен таныстық. Жамбыл Жабаевтың өмірі мен шығармашылығымен таныса отырып, Зілді бұйрық өлеңімен танысқан болатынбыз. Біріншіден, 90 бойынша жиынтық бағалауға шолу жасап алайық. Жұмыстың ұзақтығы 40 минут. Түсіну және жауап беруге 10 минут уақыт беріледі. Анализ және интерпретация тапсырмаларын орындауға 10 минут уақыт беріледі. Бағалау және салыстыру тапсырмаларын орындауға 20 минут уақыт беріледі. Барлық ұпай саны 15. Тапсырмалардың түрлері: таңдауды қажет ететін сұрақтар болады, қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар және жазбаша толық жауапты қажет ететін сұрақтар болады. Жиынтық бағалаудың құрылымы: 90-дық жиынтық бағалау 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім жоғарыда айтып кеткендей түсіну және жауап беруді, екінші бөлім анализ және интерпретацияны, үшіншісі бағалау және салыстыруды тексеруге арналған тапсырмалардан құралған. Бірінші бөлімнің тапсырмасы: бұл жерде сіздер 5 тест сұрағына жауап бересіздер. Яғни 4 нұсқаның дұрысын таңдайсыздар. Бірінші сұрақ: Шортанбай Қанайұлы әкімдердің озбырлығын, әділетсіздігін қай толғауында жырлаған? Екінші сұрақ: берілген өлең шумағы кімге тиесілі? Қазағымды қаптатсам, жұртта қалған күшіктей, айдалада ұлырсың. Үшінші сұрақ: 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістің басталуына не себеп болды? Төртінші сұрақ: мына айтылған пікір кімдікі? Егер біз Жамбыл даналығын тәу етіп, ұлылығын ұлағат тұтып жатсақ, оның басты себебі Жамбыл арманының азаттық арман аңсарымен ұласып жатқандығында. Сондықтан да қазақтың Жамбылына адамзаттың Жамбылы ретінде құрмет көрсетіп, өлмес рухының алдында бас иеміз. Бесінші сұрақ: айтыс қанша жікке бөлінеді? Екінші бөлімнің тапсырмалары, яғни бұл анализ бен интерпретацияның тапсырмалары болып саналады. Сіздер тапсырмаларды орындағанда міндетті түрде нөмірлеуді ұмытпаңыздар. Екінші бөлімнің тапсырмасы, яғни алдыңғы тапсырмалардың жалғасы 6-шы деп нөмірлейсіздер. 6-шы тапсырма: өлеңде ақын сол себепті қорқамын деген жолды бірнеше рет қайталайды. Автор неден қорықты деп ойлайсыз? Ойыңызды жеткізіңіз. Яғни сіздер бұл жерде өздеріңіздің ойларыңызды 3-4 сөйлеммен жеткізсеңіздер жеткілікті. 7-ші тапсырма: зар заман, зарлап өткен бір заман деп ақын қай заман туралы айтып отыр? Оның зар заман деуінің мәні неде? Ойыңызды дәлелдеп жазасыз. Бұл жерде де 3-4 сөйлем жеткілікті. 8-ші тапсырма: Зілді бұйрық өлеңіндегі халық күйзелісін суреттеңіз. Нақты дәлелдер арқылы өз көзқарасыңызды білдіріңіз. 5-6 сөйлеммен жеткізесіздер. 9-ші тапсырма: егер Сүйінбай қазіргі заман айтысына қатысқан болса, қандай мәселелерді тіліне тиек еткен болар еді? Дәлелдер келтіре отырып түсіндіріңіз. Бұл жерде де ойларыңызды 5-6 сөйлеммен жеткізсеңіздер болады. 10-шы тапсырма: импровизация туралы түсіндіріп беріңіз. Бұл жерде импровизация дегеніміз не? Анықтамасын жазып,
өз түсініктеріңізді 3-4 сөйлеммен жеткізесіздер. Үшінші бөлім. Бұл бағалау мен салыстыруды талап ететін тапсырма. Яғни 11-ші тапсырма. Сүйінбай туралы айтылған мына өлең жолдары нені білдіреді? Сүйінбай 10 жасында қалды жетім, жылаумен секпіл басқан екі бетін. Жетімді жетілдіріп жүйрік еткен Алланың көрмеймісің құдіретін? Өлеңді құрылысына қарай талдайсыздар, өз көзқарастарыңызды білдіріп жазасыздар. Құрметті оқушылар, міндетті түрде дескрипторға сүйеніңіздер. Бірінші 5 тест сұрағынан дұрыс нұсқаны тапқандарыңыз үшін 1 ұпайдан аласыздар. 6-шы тапсырмада автордың неден қорыққанын анықтай отырып, өз ойыңызды жеткізгеніңізге 1 ұпай аласыз. 7-ші тапсырмада өлеңнің зар заман аталу себебін өз ойыңызбен дәлелдеп жазғаныңызға 1 ұпай. 8-ші тапсырмада нақты дәлелдер арқылы халықтың күйзелісін суреттей отырып, өз көзқарасыңызды білдіргеніңізге 1 ұпай аласыз. 9-шы тапсырмада нақты дәлелдер келтіре отырып, өзіндік көзқарасыңызды білдіргеніңізге 1 ұпай. 10-шы тапсырмада импровизация туралы түсінігіңізді жазғаныңызға 1 ұпай. 11-ші тапсырмада өлең жолдарының мәнін қалай түсінетіндігіңізді жазғаныңызға 1 ұпай. Өлең жолдарын талдай алғаныңызға 1 ұпай. Өз көзқарасыңызды білдіргеніңіз үшін 1 ұпай. Жазба жұмысын жаза алғаныңыз үшін 1 ұпай. Өлеңді құрылысына қарай талдай алғаныңыз үшін 1 ұпай аласыз. Барлық ұпай саны 15. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.